Айсафи және достары. Бірінші бөлім. Бұл кішкентай Айсафидің шытырман оқиғаларға толы, қызықты әрі көңілді әңгімелер желісі. Бұл Айсафидің үлкен қаладағы үйі. Ол әрқашан үйінде жалғыз қалатын еді. Ол жазғы демалыста үйінде жалғыз өзі қалғандықтан, үлкен қаладан ауылдағы атасының үйіне қыдырып келді. Ауылдың ауасы қандай таза десеңізші. Ал атасының бағы нағыз ғажайып бір әлем екен. Бау-бақша толған жеміс. Ең қызығы, Айсафи сол жемістердің тілін түсінеді. Айналасының барлығы ол үшін қызық болды. Барлығын зерттеп білгісі келді. Және кітаптан алған білімдерін шынайы өмірде көз жеткізіп жүрді. Мұнда жемістер сөйлей алады. Қараңдаршы, бұл көңілді апорт. Ол өте батыл. Ал мына жапырақтың астында кім тығылып тұр? Бұл сүйкімді құлпынай. Кенеттен, охо, мынау неткен дәу? Бұл қарбыз палуан, ол өте күшті әрі момын. Міне, олар осылай достасып кетті. Олардың достығы туралы шытырман оқиғаларға толы мультфильмдер көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Бағы нағыз ғажайып бір әлем екен. Үйқыбас қарбыз. Күн ұясынан енді ғана көтеріліп, көкжиекті алтын шапағына бөлей бастайды. Аспан ашық, мөлдір, бір шөкім бұлт жоқ. Тау басындағы ақ қар күн сәулесімен шағылысып, көздің жауын алады. Ауа тап-таза. Айсафи достары, құлпынай және апорт үшеуі алаңқайға қарай жүгірді. Тоқтаңдар, бұл не? О, жоқ. Қақпа жабық тұр ғой. Жолды кім бөгет тастаған? Қараңдар, бұл дәу қарбыз. Ұйқысын қара. Неткен тәтті, оянар емес. Батыл апорт, мен оны жылжытамын, деді. Кәне, бәріміз көмектесейік. Итереміз. Ойбу, біздің апорт доп сияқты секіріп түсті ғой. Кішкентай құлпынай қулық ойлады. Ол қарбыздың мұрнын қытықтады. Абайлаңдар, ол аунап барады. Зу, үлгерді. Айсафидің тамаша идеясы бар. Бұл не? Ыстық бауырсақ. Дәмді иіс қарбыздың мұрнына жетті. Оппа! Қарбыздың көздері ашылды. Қандай дәмді. Ура! Жол ашылды. Кет, бәріміз бірге ойнайық. Алға, достар. Бізді үзбей бақылап отырғыларыңыз келсе, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Біз үшін бұл өте маңызды. Айсафи және достары. 3-ші бөлім. Сиқырлы сандық. Тарих кітабын оқимын деп ұйықтап қалыпты ғой. Айсафи, шіркін, тарихқа саяхат жасай алсақ қой деп армандайды. О, бұл не сандық? Бұл ненің дыбысы? Сандық қозғалып жатыр. Ол дірілдеп, ашынды. Қашыңдар, бұл сиқырлы қиын. О, жоқ, ол бәрін сорып барады. Ұсталымдар, достар. Гүрс! Ойбу, қайда түстік? Бұл нағыз ежелгі базар ғой. Түйелер, саудагерлер, қарбыз абайла, қауындарды ездің ғой. Ал мынау кім? Арбаның үстінде домбыра тартып отырған. Иә, бұл әйгілі қу тапқыр тазша бала. Тазша бала Айсафиге. Уа, болашақтан келген қонақтар, қош келдіңіздер. Мен сендерді күтіп отыр едім, деді. Тазша бала Айсафиді және оның достарын ежелгі базармен таныстырғысы келді. Киіз үйге қонақ қылды.
Ал мына дастарханды қарандаршы. Бауырсақ, құрт, қазы қарта. Тілі үйрет. Құлпынай, қайдасың? Ой, ол бауырсақтың арасына кіріп кетіпті ғой. Ал мұнда нағыз батырлар жаттығуда. Садақ тарту, атқа міну, күрес. Елді қорғау ерлігісі. Біздің апортта батыр болғысы келеді-ау деймін. Тарт, апорт, тарт. Қой бұ, өзі ұшып кетті ғой. Ал балалар, қандай ойын ойнауда? Ақсүйек ойыны сияқты. Айсафи мен Таша алты бақан теуіп жүр. Қандай керемет. Ешқандай телефонсыз ақ көңілді екен ғой, Таша. Уа, болашақтан келген қонақтар. Қош келдіңіздер. Мен сендерді күтіп отыр едім. Уа, қалайық, той басталды. Ұлы даланың нағыз думаны осында екен ғой. Таша бала ортаға жүгіріп шықты. Қарсы алыңыздар. Сөздің пірі жас Жамбыл. Және ақын қыздардың төресі сұлу Сара. Шіркін-ай, Жамбылдың екпінін қара. Домбырасын безілдетіп, нөсерлетіп төгіп жатыр. Айсафидің аузы ашылып қалды. Бұндай кереметті бұрын соңды көрмеген. Ал Сара ше? Ол да осал емес. Сөзі мірдің оғындай, өзі аққудай сыланған. Жамбылға берген жауабын естіп, бүкін халық ду күлді. Міне, нағыз тапқырлық. Айтыс қызып барады. Біздің қарбызда шыдай алмай билеп кетті. Дүңк. Ал апортше? Ол қолына ағаш алып, өзін ұлы күйші сезініп тұр. Тарта ғой апорт. Бәрекелді. Екі ақында тең түсті. Нағыз өнер сыйластық. Ал енді шашу, аспаннан кәмпит жауып жатыр. Құлпынайды қараңдаршы, өзінен үлкен кәмпит ұстап алыпты. Бәрі мәз-мейрам. Міне достар, ұлы даланың өнері осындай. Мәңгілік әрі керемет. Жаса қазақ өнері. Міне балақай, біздің саяхат осымен аяқталды. Бұл арнайы шығарылым тәуелсіздік мерекесіне арналды. Сен көрдің бе? Біздің тамырымыз терең, тарихымыз бай халықпыз. Батырлардың ерлігі, ақындардың жыры, домбыраның үні. Мұның бәрі бізге ата-бабамыздан қалған сыйлық. Осы ғажап өнеріміз бен салт дәстүрімізді сүйіп қорғап жүрейікші. Себебі отанды сүю, оның тарихын білуден басталады. Мерекелеріңізбен кішкентай достар. Жаса Қазақстаным. Бізді үзбей бақылап отырғыларыңыз келсе, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Біз үшін бұл өте маңызды. Фи және достары. 4-ші бөлім. Тәтті шырша. Бір күні Айсафи және достары жаңа жыл мерекесіне орай шырша жасағысы келді. Ал мен шыршаның ең басына шығамын. Деп Құлпынай өзінің жаңа жылдық шырша туралы ойын айтты. Шырша туралы естіген қарбыз. Мағанда орын табылады ғой, иә? Солай жемістер Айсафиге аттанды. Ал Айсафи үйінде жемістерді күтіп отырды. Және бірден жылы жақтан келген жемістерге шыршаны безендіруге арналған ойыншықтарды көрсетті. Қараңдаршы, қандай керемет шарлар. Бірақ абайсызда қорапты құлатып алды. Барлық ойыншықтар кешіріңдер, сынып абайла. Ойбай. Қорап құлап кетті. Барлығының бірден көңіл күйлері түсіп кетті. Ойыншықтардың бәрі сынып қалды. Енді не істейміз? Енді бізде жаңа жыл болмай ма? Барлығы енді жаңа жылдық шыршаның безендіре алмайтынын ойлап, уайымдай бастады. Ешкім не істеу керектігін білмей, аң-таң. Кешіріңдерші, бәріне мен кінәлімін.
қап, мына сынықтар маған ұқсайды екен. Тоқтаңдар. Неге біз өзіміз ойыншық болмаймыз? Бұл бе данышпандық идея. Кәне, іске кірсейік. Апорт, сен ең әдемі шар боласың. Мен нағыз қызыл шармын. Мен жұлдыз сияқты жарқыраймын. Апорт, сен ең әдемі шар боласың. Мен жұлдыз сияқты жарқыраймын. Құлпынай, сен шыршаның шамысың. Охо-хо! Бұл не деген ғажайып дәмді шырша? Жарайсыңдар, балақайлар. Нағыз сиқыр осы. Жаңа жылыңызбен! Алақай! Бізді үзбей бақылап отырғыларыңыз келсе, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Біз үшін бұл өте маңызды.